Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге кішігірім жинастыру болады. Бұл бізде осындай контейнерлер. Осылардың ішіне кішкене өзгеріс енгізейін деген едім, кейін ойланып қалдым. Бізде тағы да контейнер бар, ол менде тоқыманікі, одан кейін аптечка сақталатын. Соларды да осы үлкен контейнердің ішіне салып қоймақшымын. Пока олар керек емес. Жаңағыдай подставканың астында кішігірім стена құлап жатыр. Мен ойлаймын, ауа кірмегендіктен бе, еще бізде жаңағыдай шкаф мүлдем қимылдамаған, орнынан жылжымаған. Сондықтан сол жер кішкене болса да ашық тұрсын, кішкене болса да ауа кірсін деп, осы контейнерлерді осы жерге салып қойып жатырмын. Оның алдында үлкен контейнер алған болатын. Пока оған не салатынымды ұйымдастырған жоқпын, бірақ енді мынандай майда шүйделерді салып қойып жатырмын. Өте керемет екен. Барлығы шашылып жататын, қазір кәдімгідей жиналып қалған. Басында кроваттың алматын диван басында жатқан болатын осы контейнер, кейін кладовкеге салып қойдым. Одан кейін менде кухняда 2 шам болатын, гүлдің қасында тұрған болатын, оларды да алып қойдым. Пищевой пленкаға орадым да, осы жаңа жылдық ойыншықтардың арасына алып қойдым. Өйткені енді жаз келе жатыр, мен ойлаймын, ол шамдар кішкене болса да ерейді. Өйткені бізде жаздың күні кухня өте қатты ыстық болады. Даланың есігі ашық тұрады дегендей. Сондықтан осы бастан алдын ала алып қойдым. Одан кейін бізде тағы да жаңа жылдық ойыншықтың астындағы контейнер тұр. Ол жерде бізде салфетка. Оны не үшін алып шыққанын білмеймін. Әйтеуір қолым ілінген кезде оны да бірге алып шыға салыппын. В общем, барлығын реттестіріп қойдым. Одан кейін дәрет қағаздар баратын, оларды басқа жаққа қойдым. В общем, ендігі кезекте сіздермен бірге холодильниктің айнасын жақсылап сүртіп алатын боламыз. Өйткені бұл жерде енді күнделікті қолымызбен ұстаймыз, май қолмен дегендей. В общем, қолдың ісі үнемі қалып жатады. Енді күнделікті өйтіп қайта сүрте бермейсің. Өте қатты жандай ластанып кеткен кезде ғана жақсылап сүртіп аламыз. Одан кейін микроволновканы сүртіп алатын боламыз. Онда беті майланып қалған. Одан кейін бізде осы есіктің айнасын жан-жағын бәрін сүртіп алатын боламыз. Есікте өте қатты кірлеп кеткен екен. Осы жерде сүртіп атқан кезде байқадым, шай төгілген. В общем, шайдың жандай дақтары бар. Сырты вообще кірлеп кеткен. В общем, енді байқап жатырмын. Негізі бұл есікті жақында ғана сүртіп алған едім. Соның өзінде де кәдімгідей дақтар пайда болған. В общем, бізде айнасы көбінесе кірлейтін, өйткені алмат, білмеймін, осының айнасына әйтеуір жабысады тұрады. Сатпал. Үлкен жігіт болса да сондай. Вытяжканы жуатын боламыз. Негізі қанша күн болды, жуам, ойбай, міне жуам деп әлі жүрмін. Вытяжкадан негізі ұят болып кетті. Бұл жолы енді жуамын. Мінекей кірістім. Қазір мына жеріндегі сеткаларын алатын болам. Топ көзінен ажырататын боламын. Сөйтемді аналарын барлығын жақсылап жуып аламын. Мінекей қолдың іздері, май, барлығы көрініп тұр. Осылардың бәрін жақсылап жуып алатын болам. Енді шешіп кию деген өте қатты қиын мына перчатка. Егер де андай қалың перчаткалар болды ғой, резиновый, сондай болғанда өте жақсы болар еді. Ол деген оңай киіледі, оңай шешіледі. Ал мынау енді жұмысы көп мынаның. Кішкене түсіріп алатын да шығармын, может, неғысам. Бірақ енді мына перчаткамен сәл қиындау. Мынау енді бізде мама біраз перчатка жинаған ғой. Сөйткенде енді көп болғаны маған әкеп берген. Соны кішкене ескірген ау деймін. Сәл жуып, сәл не істесең болды уже. Сразу тесіліп қалады. В общем, слабый. В общем, мынандай қолбақтар тағы да бар. 5-6 тауыма қалды. В общем, қазір сіздермен бірге вытяжканы жақсылап жуып алатын боламыз. Бұл жерде енді мен азелит қолдандым. Азелит қолданбасам болмайды, өйткені решеткасы қатты майланып кеткен. Азелитті де қорқып қолдандым. Жаңағыдай ағарып кете ма, түсін оңдырып жібере ма деген ой болды. Түсін оңдырған жоқ, жақсы жуып берді. Қай жерінде қандай май бар, солардың бәрін жақсылап жуып берді. Бірақ енді қатты былай губкамен сықылауға да қорықтым. Жаңағыдай тағы да бір жерін сықылап, в общем, краскасын кетірем ба деп, өйткені бұлардың краскалары өте қатты слабый екен. В общем, губкаға жаңағыдай азелитті септім, кішкене болса да су қосып, сөйтіп вытяжкаға кішігірім жағып шықтым, қарадым, нормально. Бірақ азелитті прямо өзіне өте қатты себуге болмайды, өйткені азелит әр жерінде дақ қалдырады. Жаңағыдай қатты көп себіліп кеткен жерінде точка дақ қалуы мүмкін. Сондықтан бірінші губканы көпіртіп алып, содан кейін барып жаймен бір жеріне
жағып көресіз, байқап көресіз. Егер де жаңағыдай түсі оңып жаман болып бара жатса, онда сразу сүртіп аласыз. Егер де жақсы болып жатса, ешқандай реакция бермесе, онда ары қарай жуа бересіз. Мына жерде енді мен басыма осындай фонарь кидім, өйткені көрінбейді. Мен вытяжканы тоқ көзінен ажыртып тастаған болатын. Бұл жерде өте қатты сулы матамен жұмыс істеп жатырмын. Жаңағыдай буфеттің екі жағы да өте қатты майланып кеткен, өйткені майдың ортасында тұр ғой қанша дегенмен де. Сол жерді жақсылап сүртіп алдым. Менің есік сүрткен жаңағыдай майлықпен осы жерді де жақсылап сүртіп алып жатырмын, өйткені жақсы кетіреді екен. Негізі бұл айна сүртетін кәдімгі жаңағыдай майлық, айнаның сатпалдарын кетіретін майлық. Сонымен осындай вытяжканы да сүртіп алып жатырмын. Өте жақсы сүртіп алады екен, ешқандай дақ қалдырған жоқ. Жоғарғы жағысында жақсылап сүртіп алып жатырмын, іші сыртын барлығын, өйткені айтқандай жаңағыдай майдың ортасында тұр ғой, сондықтан жоғарғы жағада кәдімгідей ұшқан. В общем, одан кейін духовканы да жақсылап сүртіп алып жатырмын. Енді духовка бізде газге жақын болғандықтан духовканы үнемі сүртіп отырамын. Әсіресе енді духовка мен тамақ істейтін жер өте қатты жақын. Енді жан-жағын барлығын сүртіп алатын боламыз. Қанша дегенмен де май шашырайды. Фонарикпен жақсылап көріп алдым, қай жерінде қандай май бар. Сол жердің барлығын жақсылап сүртіп алып жатырмын. Мен ойлаймын, енді жұмыстың нағыз қызған шағы жазда шығар деп ойлаймын, өйткені бұл жерде кәдімгідей есік ашық тұрады ғой. Сол кезде шаңның барлығы біздің үйге кіретін шығар, сол кезде сүртудің көкесі сол кезде болатын шығар деп өзім ойлап отырмын енді. Одан кейін газды да қосымша сүртіп алып жатырмын, өйткені вытяжканы сүрттім ғой, сол кезде вытяжкадан әжептәуір қоқымдар түсті. Сол қоқымдардың барлығын бетінен алып жатырмын. Әсіресе жаңағыдай тас, стенаны тестік қой, сол стенадан тескен құмдардың барлығы осы газдың үстіне шашылды. Ендігі кезекте осы есікті жақсылап сүртіп алатын боламыз. Осы жері әсіресе өте қатты жаңағыдай ластанған. Одан кейін осы есіктерді негізі мен ақ түске боясам ба деп жүрмін. Қазір қарап отырсам кәдімгідей сап-сары. Енді ақ түс емес, бұл как-то бір сары түс қой, енді молочный ма сондай. Шым түсі ұнамай жүр. Осындай есіктерді бояуға бола ма негізі? Соны ойлап жүрмін. Одан кейін кладовканың есігі бар бізде, оны да ақ түске бояйтын боламын міндетті түрде, өйткені ол бізде ерекше қоңыр түсті болып тұр. В общем, мінекей кухняны жақсылап жинап алдық. Одан кейін чайникті де жақсылап жуып алдым. Ешқандай азелит қосқан жоқпын. Оның алдында азелит қосқан болатын, ағартып алған болатын чайникті. Бұл жолы ешқандай ештеңе қосқан жоқпын, жай әшейін жуып алдым. Одан кейін вытяжканы да жақсылап сүртіп алдық. Барлығын сүрттік мінекей. Видео аяғына келіп жетіпті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.